Балмұздақ кез келген жастағы адамның сүйікті асы. Одан бас тарту мүмкін емес. Тіпті жыл бойы балмұздақ жейтін адамдар бар. Оның бірі шоколадты, енді бірі сүтті, кейінгісі жемісті түрлерін таңдайды. Қай-қайсысы болса да адам ағзасы үшін пайдалы және зиян екенін де ескеріңіз. Ендеше балмұздақты кімге жеуге болмайтынын бірге білейік. Балмұздақтың құрамында не бар? Өздеріңіз білетіндей, балмұздақ сүттен немесе кілегейден жасалады. Оған қант, су және қоюлатқыш қосылады. Бәрін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырасыз. Сосын мұздатқышқа салады. Тәбетіңізге қарай шоколад, карамель, жеміс-жидек, жаңғақ қосуға болады. Балмұздақтың пайдасы: балмұздақ сергіткіш десерт. Егер артығымен жесеңіз, денсаулығыңызға айтарлықтай зиян болады. Десе де, балмұздақ басқа тағамдар секілді түрлі дәрумен мен минералға және зиянды заттарға бай. Нақтырақ айтқанда, балмұздақ сүтті азық. Оның құрамы адам ағзасы үшін пайдалы элементке бай. Қимыл-тірек аппаратының жұмысын жақсартып, нығайтатын кальций элементін кездіруге болады. Одан бөлек, жүрек-қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін магний мен калий элементін аласыз. Оған қоса, адам ағзасына дәрумендермен байытады. Балмұздақтың зияны: балмұздақ түрлі дәрумендер мен минералды заттарға бай. Бірақ оны кез келген адамға жеуге болмайды. Оның тәттілігі соншалықты тойғаныңды білмейсің. Сондықтан да тойып жеуге асықпай, денсаулығыңызды да ойлауды ұмытпаңыз. Ендеше мына адамдарға балмұздақ жеуге болмайтынын ескертеміз. Семіздікке бейім болсаңыз, гастритпен немесе панкреатитпен ауыратындарға, қант диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға, гипертониктерге балмұздақ жеуге болмайды. Балмұздақпен бірге ыстық сусын ішуге болмайды. Ондай жағдайда тіс эмалін құртып алатынымызды ұмытпайық. Балмұздақ түрлі дәрумендер мен минералды заттарға бай. Бірақ оны кез келген адамға жеуге болмайды. Оның тәттілігі соншалықты тойғаныңды білмейсің. Сондықтан да тойып жеуге асықпай, денсаулығыңызды да ойлауды ұмытпаңыз. Ендеше мына адамдарға балмұздақ жеуге болмайтынын ескертеміз. Семіздікке бейім болсаңыз, гастритпен немесе панкреатитпен ауыратындарға, қант диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға, гипертониктерге балмұздақ жеуге болмайды. Балмұздақпен бірге ыстық сусын ішуге болмайды. Ондай жағдайда тіс эмалін құртып алатынымызды ұмытпайық. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліп пікір қалдырыңыз. Балмұздақтың пайдасын білесіз бе? Балмұздақ сергіткіш десерт. Егер артығымен жесеңіз, денсаулығыңызға айтарлықтай зиян болады. Десе де, балмұздақ басқа тағамдар секілді түрлі дәрумен мен минералға және зиянды заттарға бай. Нақтырақ айтқанда, балмұздақ сүтті азық. Оның құрамы адам ағзасы үшін пайдалы элементке бай. Қимыл-тірек аппаратының жұмысын жақсартып, нығайтатын кальций элементін кездіруге болады. Одан бөлек, жүрек-қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін магний мен калий элементін аласыз. Оған қоса, адам ағзасына дәрумендермен байытады.